Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі көрермендері. Биыл қазақтың дана ақыны, дара ақыны Абай Құнанбаев атамыздың 180 жылдағы бүкіл ел көлемінде аталып өтуде. Осы мерейтойға орай 10 күндік белгіленіп аталып өтуде. Сол 10 күндікке орай Абай атамыздың жақсы көріп ойнаған тоғыз құмалақ ұлттық спорттық ойынын дәріптеу мақсатында бүгін ауыл көлемінде жарыс ұйымдастырылып отыр. Абай атамыздың тоғыз құмалақты жақсы көріп ойнаған туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясында айтып өтеді екен. Абай атамыз өзінің қатарлас замандас осы тоғыз құмалақ ойынын ойнай алатын кісілермен қыстың 20 күнін тіпті бір айын арнап кәдімгідей жарысып осы тоғыз құмалақ ойынын ойнайды екен. Енді осы тоғыз құмалақ ойынның ерекшелігі, бұл ойынның біздің адам баласына жалпы пайдасы, зеректігімізге ықпалы туралы Ербол Сыпатаев атындағы орта мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бөгенбаев Халық ағамыз айтып берсін. Саламатсыздар, құрметті жарысқа қатысушылар. Бүгін міне Абай атамыздың 180 жылдығына арналып ауылымызда тоғыз құмалақ ұлттық ойынымыздан жарыс болып жатыр. Енді мен сіздермен жарыспен жаңа ауданның мәдениет қызметкері Айзада ханым таныстырып өтті. Енді ережесімен таныстырып кетейін. Енді білесіздер, әр ауданда 9-9-дан болады. Ең соңғы түскен танысты жүк құмаламыз. Бұны жаңа айтты ғой, біздің ұлы кемеңгер ақынымыз Абай Құнанбаев ойнаған. Сол сияқты сіздер ойнаңыздар, дәріптеңіздер, қазақтың ұлттық ойыны жасай берсін. Рахмет, ойынды бастайық.